Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сынып Атамұра баспасы Ұлы дала ұлағаттары 3-4 сабақ тақырыбын сіздермен бірге барлық тапсырмаларын орындаймыз. Каналға лайк басып тіркеліп қойыңыздар. 5-ші тапсырмада Әлихан Бөкейхановтың кім екенін мәтін бойынша табу керек. Тарихшы, ғалым, этнограф, әдебиеттанушы, аудармашы, публицист, қоғам қайраткері деп айналасына осыны жазып қойсаңыздар болады. 6-шы тапсырмада мына мәтіннен эфемизм, дефемизмді табу керек. Эфемизм ақсаусақ, жүріп кетті, сөз уар, қаза болды, көз жұмды, сөз тасиды болса, дефемизм жалқау, жүгірмек, қол салды, өлді, оңбаған, су жұқпас болады. Бұларды эфемизм жақсы сөздер, дефемизм жаман сөздер, антонимға өте ұқсас екендігін ұмытпауымыз керек. 8-ші тапсырмада мұнда дефемизмнің мағынасын анықтау керек. Сумағай деген асығыс, жүгірмек деген мағынаны білдіреді. Ақсақ, аяғын сылтып басу, қисайтып басу, жынды, есуас жар емес, есерсоқ, тұрақсыз деп айтуға болады. Мұнда мұны диаграммаға салу керек. Эфемизм не дефемизм, ал ортасына олардың ортақ белгілерін атау керек. Ортақ белгісі олар ойды бейнелейді және термин сөздер болып саналады. Дефемизм ауыспалы мағынаның бір түрі, қалыпты қолданылады. Құбылыс атаулар неғұрлым дөрекі тұрпай жеткізу деп атсақ болады. 10-шы тапсырмада бір тұлғаны алып, сол туралы тапсырма интернет дерек көздерінен ол туралы ақпарат табу керек. Біз Әлихан Бөкейхановтың алуға болады, Ахмет Байтұрсынұлын, жалпы алаш қайраткерлерінен басқа Міржақып Дулатұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы деген сияқты кез келген тұлғаны алуға болады. 11-ші тапсырмада газет журналдардан тарихи тұлғаларды, бұнда да нақты бір адамды алу міндетті емес, сол туралы мәліметтерді іздеп жазу керек. Сұхбат түрінде ең көп білетін мәліметті жұпта талқылайсыздар. 12-ші тапсырмада өлеңде көтерілген мәселені анықтау керек. Бұнда көтерілген мәселе алаш қайраткерлері жайлы, олардың жасаған қызметтері, еңбектері туралы көрсетілген. Және 13-ші тапсырмада бұл ешжерден көшірілмеген эссе. Осы эссеге жоспар құрып, сол бойынша эссе жазу керек. Жоспардың кіріспесіне Абай, ұлы тұлға, шығармашылығы, өлеңдер мен қара сөздер, адамгершілік, жақсылық пен жамандық, тілді байыту жағынан жаңа сөздер, ұстаздық жағынан ойшыл, ұстаз, білім мен ғылым саласынан халықты тәрбиелеу, ұлт болашағы, маңызды ойлар, қорытындыға Абай қазақтың рухани байлығы деп жоспар құруға болады. Ал бұл эсседе Абай Құнанбаев қазақтың ұлы ақыны әрі ойшылы. Ол қазақ әдебиетінің дамуына зор үлес қосқан тұлға. Абайдың өлеңдері мен қара сөздері терең мағынаға толы. Олар адамның жақсы мен жаманын, өмірдің мәнін түсінуге көмектеседі. Ақынның шығармалары арқылы біз адамгершілік, әділдік, білім мен ғылымға деген құштарлық түсінеміз деп жалғастыруға болады. Осымен жалпы біздің тақырыбымызды осыларды қарап шықсаңыздар болады. Сабағымыз аяқталды. Видеоны міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.